Базилия Түспекқызы, сырлы қаба, сұлу марқа. Қабанын тұңғыш тракторшы қызы. 3 тарау. Адамның бар жақсылығы күннің сәулесі мен ананың ақ сүтінен келеді. Бізге өмірді сүйгізетін осылар. Мағжан Жұмабаев. Шағын ауыл ортасында орналасқан 2 бөлмелі үйдің іші алыс жолдан әкеме сөйлесуге келген адамға лық толы. Ол кезде мен кішкентай едім. Біреулер көтеріп әкеп әкемнің тізесіне отырғызып, ұмытып қалғансың ба әкеңді дегені әлі есімде. Сона әкемнің желбіреуігі бар әдемі көк көйлек кигізіп, қолыма дәу қуыршақ ұстатқандағы қуанышты сәт мәңгі жадымда қалыпты. 1954 жылдың мамыр айында көп азамат Зайсан қаласына оқуға жіберіліпті. Тың жерлерді игеріп жатқан кез. Олар 19 ауыл шаруашылығы училищесін тәмамдап, тракторшы, разрядты слесарь мамандары болып оралған. Ауыл болып тойлатып, бойларын керемет бір қуаныш сезімі билеген екен. Әкем Көдеков Түспекпен достасып кеткен сол кездегі механизатор кадрлар Іргебаев Әділбай, Даламбаев Мәскей, Балтаев Арыстанбек және Қаба өлкесінен әйелдер арасынан тұңғыш шыққан механизатор Күлбағи Көбекбай қызы. Орталарындағы жалғыз қызды әріптестері мақтан тұтатын. Өзі де оқуды кілең беспен бітіріп, мамандығын азаматтардан артық болмаса, кем игермеген екен. Ауылға алғашқы трактордарды осы азаматтар әкелді. Қазіргі жолды қиын деп қиналсақ, ол кездегі жолдың қандай болғанын шамалай беріңіздер. Әкем трактор бригадасының бригадирі болғандықтан ба, біздің үй тұратын айтқанда штабқа айналатын. Тың жерлерді игеруге келген өзге ұлт өкілдері біздің үйде тұрды. Украиндық бір жігіт біздің үйдің баласындай болып кетті. Қазақшаны меңгеріп, үлкен жігіт болып, келіншек алып, еліне қайтарында қошаметпен шығарып салдық. Көктем шыға қызу еңбек басталатын. Бірде анамыз нан, тамағын орап, сусынын құйып, ағайын Бауыржан екеумізді егіс басына жібергенін ұмытпаймын. Ештеңкеден қорықпаңдар. Төсқайынға баратын қысқа жолмен жүре беріңдер. Қос қарағайға жеткенде жотаға көтеріліңдер. Еңіс астында жер жыртып жатқандар сендерді көреді, деп шығарып салды. Көктемнің жайма шуақ күнінен терлеп тепшіп өрге шықтық. Тау мен өзен арасы жазық. Тракторлар тіркеген плуг, тырмалары бар жер қыртысын аударып, қаздай тізіліп жылжып барады. Қара топырақ күн шуағына бусанып жатыр. Үстінде қылдилап көтерілген құстар. Тасыған қаба өзеннің гүрілі мен трактордың дүрілі қосылып, бір әуен тербеледі. Титтеген жерге жеткенде қуаныштан қолымызда бұлғап, дауыстап жібердік. Бізді байқаған болуы керек, түс мезгілде болып қалған шақ. Тракторшылар бір-біріне жақындап, тоқтай бастады. Көк шалғынның үстіне жайғасып тамақтанды. Балаларын үлкен азамат болып өссін, қорықпай бізге тамақ әкеліпті, деп жолдастары әкеме ризашылықтарын білдіріп жатыр. Орталарындағы Күлбағи тәте мені қызым деп еркелетіп жүретін. Кәне кеттік деп тракторына отырғызып алып, біраз жерге апарып келді. Қажырлы да қайратты тәте бейнесі әлі көз алдымда. Ұзын қара шашын артына түйіп, басына орамал тартып алған. Үстіне киген көк
комбинезоны сымбатты денесіне жарасып тұр. Өмірімде тракторға отырғаным сол еді, ал кейінгісінде есеп жоқ қой. Алғашқы механизаторлардың сіңірген еңбегі орасан зор болды. Ауыл тіршілігі көп жеңілденді. Бірінші электростанция орнатылды. Білте шаммен сабақ оқығанды қойдық. Уақыт деген уыста тұрмайды ғой. Әкемнің механизатор достарынан жастай Мәскей Доланбаев дүниеден өтті. Өзі де дүние салды. Орталарындағы жалғыз әйел заты да алдыңғы жылы дүниеден өзді. Құлбағи тәтеміз қайырымды да қайратты жан еді. Совхоз орталығына бұғымызден көшіп келген алғашқы жанұя болатын. Құнанбай аға екеуінің үйлерінен кісі қарасы үзілмейтін. Боранды шашынды күндері болсын, келген адамды туғанындай күтеді. Мініп келген атын қораға кіргізіп, шөбін салып, құрақ ұшатып. Тәтеміздің дастарханы жаюлы, келгендерге жылы орны дайын болатын. Құнанбай аға мен Құлбағи тәте айтса, айтқандай, еліне елеулі, маңдай терлері сіңген өлкеміздің ардақты азаматтары. Өмірлерінің жалғасы 5 ұл, 1 қыздары бар. Барлығы отбасылы, бала шағалы. 6 баланы дүниеге әкелген анамыз қажыр қайратты кеткенше тракторшы кәсібінен айырылған жоқ. Өз заманында шығарылған мына өлең жұмақтары осы тәтеміздей еңбекқор жандарға арналса керек. Таң біліне тракторға бір қарындас отырды. Жылан бауыр сүйегі ауыр. Апырмай, шіркін, жосылтты деп жүргенде ол қатты жер оңайлықпен жыртылмас. Қиып өтті, жарып өтті тракторшы қарындас. Қаба өлкесінен шыққан тұңғыш жалғыз тракторшы ардагер ана Құлбағи Көбекбай қызының есімін әрдайым құрмет тұтамыз, еңбегін мақтан етеміз. Төсқайын ауылы, 2009 жыл 10 шілде. Оқыған Хамитова Асфира Асымқан қызы.